Сонымен құрметті жас дос, мен сізге тақырыпты бастайын деп отырмын. Тақырыбымыз Моңғол империясының құрылуы. Моңғол империясы қай уақытта құрылды деген сұрақ келген жағдайда, сіздің жауабыңыз мынандай болу керек: 13-ші ғасырдың басында. Сонымен 13-ші ғасырдың басында Керей, Найман, Жалайыр хандықтарымен шекарасында шектесіп жатқан, іргелес жатқан Моңғол империясы құрылды. Моңғол империясының негізін салушы Шыңғыс хан. Шыңғыс ханды, көңіліңізді бөліңіз құрметті жас дос, 1206 жылы Моңғол ақсүйектерінің құрылтайында ұлы хан Шыңғыс хан етіп сайлайды. Шыңғыс хан деген Темучинге арнайы берілген титул екендігіне көңіл бөліңіз. Моңғолдардың құпия шежіресіне қарасақ, Шыңғыс ханды, яғни Темучинді хан сайлағандығы туралы хабарды Керей ханы Торға жеткізген кезде ол мынандай сөз айтқан екен: Темучин моңғолдарды бастайтын жеңіс хан болсын деген бата берген екен. Яғни жеңіс хан деген сөз моңғол сөзі тілінде Шыңғыс хан деген ұғым береді екен. Яғни, құрметті оқушы, көңіліңізді бөліңіз. Шыңғыс ханға жеңіс хан болсын деген батаны берген кім деген сұрақ келген жағдайда Керейдің ханы Торы деп жауап беріңіз. Ал енді Керей ханы Торыны кейде сізде шатастырып Ван хан деген жауапта болуы мүмкін. Себебі Торы ханға немесе Торы ханды қытайлар Ван хан деп атайтын болған. Сонымен Шыңғыс хан 1206 жылы Моңғол империясының негізін қалаушы және ұлы хан болды.